Ато зонасында кечкен күнді вамында 2 Украин арбии яраланды. Жинкаверлер Украин мевземлеріне бір элекере атеш ачқан еді. Бұны штабта білдірелер. Энкер гын вазиет Мариуполь йонелішінде қайдетілді. Новотроицкая районында террористлер 120 калибрлі минаттыжы, танкларға қаршы граната атыжы ве БМП селяндырувындан файдаланып атеш ачқан еді. Водяной Лебединская ве Красногоровкада ишгалжилер ато күшлеріне граната атыжы ве пулеметлардан атеш ачты. Гнутова, Новогнатовка, Павлополь ве Новомихайловка янында вазиет келгенлішкен еді. Жинкаверлер Широкина жеварында Денис педайлеріне уджум еткен еді. БМП селяндырувындан Новогригорьевка, Хафив селядан Талаковка ве Чермалык районларында атеш ачылған еді. На Донецькому напрямку ворог також активно порушує. Донецкий налишінде жинкаверлер минатыжы, гранатыжы ве БМП вастасыне Новогригорьевкаға аташ ачқан еді. Танкларға қаршы гранатыжы ве пулеметлардан Авдеевка ве Бутовка очағына уджум етілді. Гранатыжы ве Хафив селяндан террористлер Верхнетроицкая ве Зайцеваға аташ ачты. Писки районында жинкаверлерінің снайперлері чалышқан еді. Луганская йоналишінде ишгалжилер Новозвановка районында ато күчелеріне уджум етті. Троицкая, Крымская ве станица Луганская да вазиет кергинеді. Новоташковкаға сепаратистлер бұйық калибрлы пулеметлардан атеш ачты. Евровидение халқара ер ярышына 20 тел адамы кележектір. Буна Украина баш назерінің муавины Вячеслав Кириленко умют бесли. Ярышқа азырлық планлаштырылғаны кебекете. Назерінің айтқанына көре ярышның севиесі юксек олажақтыр. Майысының 9-й күнінден 13-не қадар Киевнің халқара серги мерkezінде Евровидение ярышы кечерілежек. 10 шоуының кечерілмесі планлаштырыла. Майысының 9-ы 11 ве 13-де жанлы эфирде көстірілежек. Эки яры финал ве финалдан ғайры да еді шоу кечерілежектір. Әрбір эфирінің огунде күндіз финал ве яры финалларының кечерілмесі назарда тұтыла. Оларда иштиракчилер айны чықышларына көстірежектір. Украинаны Otur World Rock тақымы темсил етежек. Валерия Гондарева Украина Милли банкның ребері вазифесінден вазгече. Озистегінен истифа аризасыны язған. Майысын онындан сон іштен чықажақыла. Аризасы енді президентке берілді. Гондарева қайдеткеніне көре юқары рада истифасыны майысының онындан евел қабул етсе, вазифесіні әртеже қалдырыр. Қатырлытамыз, Гондарева Милли банкның башы вазифесіне парламент тарафындан 2014 сенесін июнь 19-ында тайынленілді. Малиеве банк салаларында 20 йыллық іш тәжірибесі бардыр. Екін чекерек УМБ башы бұгуй макромаливи стабилікнің олғанына қайдеткенеді. Мемлекетчевик пара курсуна кечкен ве яны сесетіне башлаған екен. Милли банк есе күчлі зиманеви малие институтына чеварылды. Банк системасы темізленілген. Бұнын еле халқара малие фонду еле муафақетлі ішбірлікнің пекетілмесі ақында қатырлыта ве оны сайсында алтын пара едіклеріне 16 ве 7 миллиард долларға арттырмақ имкәниеті пейда олғаныны бүлдірем. Милли банкның сәсетінде башқа дінішөвлерінің олажағы бекленілмей. Тұтырықсыз пара курсу, инфляция өдіншілері, Земаневи меркези банк ве командамызның бірлікті етілмесі планлаштырылған әршей дінішмей қала. Сайланылған елінің танықлығы ве дінішмемізлігі мемлекеттің муафақ олмасы ве халқара шереклерінің дәстігі берілмесі үшін бір темелдір. Апрелдің 10-ында Украина жемаат телекөреву башының ады белі олажақ. Бұ вазифеге 8 намзет көстерілген еді. Бүгін олар бұ телеканалының инкешафы бойынша стратегияларыны тақдым етті ве Ноту Незарет шурасының суалеріне жева берген еді. Иш бұ шура азалары гезлі рейберу фастасының ғалепні сайлажақтыр. Яны ТВ ішінің негізінде акеметінің эрін гипотағындан мұстақылық ве украинлелері үшін актуал олған меселерінің аксылуы тұрajақтыр. Президент ве идаре азаларының Ноту 4 елға сайлай. Всі мали ознайомитись з умовами конкурсу, сподіваюсь. Еркес яры шартлары ile таныш olmak керек еді. İştirakçilerinin şartlarını öğrengenine umut etti. Bunun ile Nizare Şurası tarafından 17 senesine faaliyetinin stratejik yönelişi belgelengen еді ve iştirakçilerini öz konsepsiyalarında bu yönelişlerge riayet etmege çağırgan ediler.
гимнастикасы буйынча Олимпия чемпионы ярыш мевсіміні ғалибиетінен екінледі. Украина Дүния кубогы умуми сынавының ғалибы олып чықты. Верняев Лондонда кечерілген сонке басамақта шақси ұрышында ютты. Алқаларда ве таяма секірулерде ондан яқшысы олмады. Сербес мәшғулетлерінде есе Олег екенжі олған. Украинада en iyi спортчы Дүния кубогының уч басамағында мукаватларны қазанған. Лондондан ғайры Алманияның Штутгарт шерінде ғалип олып чықты ве Америка Нью-Йорк шерінде екінші ерні қазанған еді. Мевсімнің нәтижелері бойынша екінші ерде Қытай спортчысы Сан Вэй, үшінші ерде Алманиялы Лукас Даусер тұра. Geçken hafta devamında Ato zonasındaki kırış-çıkış nezaret noktalarında 24 insanı yakaladılar. Onlarını Ukrayna nezareti altında olmayan Donbas territoriyalarında teröristik teşkilatlarda iştirak edebilgenleri için kabatlaylar. Bu vakta vaktınca işgal etilgen territoriyalarının meselelerinden vekaletli Nazir Georgi Tuka bildirdi. Onun aytkanına binaen bu sınırlav yolağından geçken şahıslarının teşkirilmesinin semerligini tasdiqlay. Buyuk Britaniya Rusiya Federatsiyasına qarşı yana cüzalarının kırsetilmesini ısrar edecek. İş bu vesika endi hazırlanılgan ve onu İtalya kuruşuvunda Yediler Grupası memleketlerinin dış işler nazirleri ogrenecektir. Bunu The Times nişeri bildirdi. Buyuk Britaniya dış işler naziri Boris Johnson aytkanına binaen Moskva İdlib vilayetinde adi sakinlerge qarşı kimik silahını işletken Suriya rejimine kol tutuvu için mesuliyetke çağırmalı. Aynı zamanda Amerika Koşma Ştatlarının devlet katibi Rex Tillerson İtalya'ya gelip çıktı. Beklenilgeni gibi Suriya meselesini yarın müzakere edecekler. Yedi dış işler nazirlerinden gayrı kuruşuvde Türkiye, Birleşken Arap Emirlikleri, Saudiya Arabistanı, Urdun ve Katar'nın dış işler nazirleri iştirak edecek. Nazirler terörizmge karşılık İran ile münasebet ve Ukrayna'da Ato zonasındaki vaziyet gibi meselelerini müzakere edecek. Avrupa Birliği diplomatiyasının başı Federica Mogherini Cezayir'deki ziyareti vaktinde kaydetkenine göre Suriye buhranın çizilişi harbi olmamak gerektir. Suriye harbi aerodromuna Amerika'nın ucumu hakkındaki sualge cevap verip Avrupa Birliği Amerika dostlarının niyetini anlamağını bildirdi. Endi de o Jenevada siyasi ve diplomatik gayretke bu yükselten vermege vakit geldi. Suriye'deki zeddet BMT Birliği altında Suriye ara münakaşalarını vasıtasıyla al etilmeli, dep kaydetti Mogherini. Ukrayna Rusiyadan tabiat gazını ithal etmegenine 500 gün olgan. Gazprom ile işbirlikni Ukrayn Naftogaz şirketi Rusiya yakarlığının fiyatı ziyade yüksek olganı sebebinden toxtatgan edi. Bu vakit devamında Ukrayna gazını Avrupa'dan ithal etdi. Naftogaz'ın başı Andrey Kobolev'nin aytkanına göre Rusiya gazın gayrıdan satın aluvının beketileceği Stokgolm'daki mahkemenin kararına bağlıdır. Onu Mayıs ayında çıkarabilirler. Hatırlatam, Gazprom ve Naftogaz 2014 senesi iyun ayından mahkemeleşi. Davalarının sebebi gazın Rusya'da Ukrayna'ya ve Avrupa'ya tranziti hakkındaki 2009 senesi mukavelleri olgan edi. Umumi itirazlarının cemi miqdarı $70 milyar teşkil etti.